Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін 4-ші сынып математика 101-ші сабақты сіздерге түсіндіретін боламын. Тақырыбымыздың аты таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер. Бұл жерде бірінші есепке қарайтын болсақ, бірінші есепте бізде жас суретшіде бояудың 4 түсі бар. Табиғат көрінісін бояу үшін 2 түс таңдап алу қажет. Оны қанша тәсілмен таңдауға болады? Түстерді әріптермен белгілеп, нұсқаларды жаз деген екен. Ал ендеше бастайық. Сіздерге ең алдымен мынандай парақшаға шығарып көрсетемін. Номері бірінші есебіміз. Так, бұл жерде неше тәсілмен алу керек екені жазылып тұр ғой енді. Бұл жерде түстеріміз бірінші көк түс тұр. Көк түсті К мен, қызыл түсті К мен, жасыл түсті Ж мен, және сары түсімізді С деп алатын болсақ. Енді бірінші тәсіліміз бізде К мен К-ны алайық. К мен К бұл көк пен қызыл деген сөз. Бұл бірінші тәсіліміз кетті. Екінші тәсілімізге біз көк пен жасылды алайық. Көк және жасыл. Бұл екінші тәсіліміз. Үшінші тәсілімізді алатын болсақ, қызыл мен жасылды алайық. Қызыл және жасыл. Түсініктер тұр ғой, К деген қызыл, Ж деген жасыл болып тұр. Төртінші тәсілмен тағы да алатын болсақ, қызыл мен сарыны алайық. Сары. Бесінші тәсілде тағы да бар ма екен? Жасыл мен сарыны алсақ, осылай 5 тәсілмен алуға болады екен. Бірінші тәсіліміз көк пен қызыл, екінші тәсіл көк пен жасыл, қызыл мен жасыл, қызыл мен сары, жасыл мен сары болды. Енді сіздерге екінші есеппен таныстырайын. Бізде екінші есепте егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтындай болса, онда 6, 7, 8, 9 цифрларын неше екі таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Екінші есебіміздің асы. Неше сан құрастыруға болады екен? Жазып көрсетейін сіздерге. Номері екінші есеп. Асы бізде айтқандай 6, 7, 8, 9 деген сандары алынып тұр. Ол жерден екі таңбалы сан 67 деп аламыз. 68 деп алуға болады. 69 деп алуға болады. 76, 78 деп алуға болады. 79 және де 86 деп алуға болады. 87, 89 және 96 деп алуға болады. 97 және 98 деп алсақ, сонда бізде санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Жалпы барлығы 12 екі таңбалы сан құрастыруға болады. 12 әдіспен құрастыруға болады екен. Ал енді әсіне қарайтын болсақ, әсіне егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, онда 1, 2, 3, 4 сандардан неше екі таңбалы сан құрастыруға болады дейді. Енді бұны алып көрейік. Бізде енді. Әге қарайтын болсақ, 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13 деп алайық. Және 14 деп алайық. Сосын енді 21 деп алуға болады. 22 деп алуға болады. 23, 24 деп алуға болады. 31 деп алуға болады. 32, 33, 34 деп алуға болады. 41, 42, 43, 44 деген осындай сандармен алуға болады. Сонда бәрін санап көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сонда қарап тұрсаңыздар, екінің есебіне қарасаңыздар, бұл жерде 16 әдіспен тәсілмен алуға болады екен. 16. Енді қараңыздар, бұл жерде де 4 таңбалы сан еді, бірақ бұл жерден 12 екі таңбалы сан шығардық, ал әсінде 16 екі таңбалы сан шығардық. Енді үшінші есепке қараймыз. Үшінші есепте тапсырманы орында деген тоқтаушымыз екен, негізіне қосылғаны топтасы соны жасасақ тез бітіреміз. Бұл жерде арман суреттерді бар фишканы 3 рет лақтырды. Арманда күн мен кемпірқосақ суреттерін түсу ретінің неше нұсқасы болуы мүмкін дейді. Енді бұл жерде неше нұсқасы бар екенін көрелік. Так, номері үшінші есеп. Бұл жерде күн мен кемпірқосақты алып тұрмыз. 3 рет лақтыру керек. Сонда біз жазатын болсақ, мына жерге күн деп лақтырсақ, сосын кемпірқосақ деп алсақ. Бірінші нұсқамыз бұл. Екінші нұсқамызды күн 3 рет. Күн деп алайық. Күн және күн деп алсақ. Үшінші нұсқа. Көшетімізді күн деп алайық. Кемпір қосақ. Күн деп алсақ. Төртінші нұсқада енді кемпір қосақ. Күн және күн деп алсақ. Тағы да нұсқа шығаруға болатын сияқты. Бесінші нұсқада енді кемпір қосақ. Күн
кемпір қосақ деп алдық. Алтыншы нұсқаға қарайтын болсақ, кемпір қосақ деп алдық. Кемпір қосақ, және кемпір қосақ. Қосақ, күн деп алсақ. Алты тәсіл алты нұсқамыз болды. Енді жетінші нұсқаға тағы да ойланып қарасақ, тағы да алуға болады екен. Кемпір қосақ, кемпір қосақ, кемпір қосақ деп алуға болады. Тағы да бір нұсқаны тағы да қарастыруға болады екен. Күн деп алсақ, күн, кемпір қосақ, кемпір қосақ деп. Міне осылай үшінші есебімізді 8 нұсқамен алуға болады екен. Енді төртінші есепке қарасақ, тапсырманы орында депті. Саяхатшы 5 баланың әрқайсысына табиғатты суретке түсіру үшін сыйға бір фотоаппараттан берді. Саяхатқа шығар алдында әр бала достарын бір реттен суретке түсірді. Оларда барлығы неше фотосурет болды. Ал енді бұл номер 4-ші есепті шығаратын болсақ, номер 4-ші есеп. Бұл жерде 5 баланың суретін көріңіздер, 5 бала бар. Енді бірінші балада қанша фотосурет болады? Логикалық сұрақ екен. Бірінші балада болады 4, өзімен қосқанда 5 болады. Екінші балада болады 4 сурет болады. 4 досының суреті. Үшінші нұсқада үшінші балада ода да 4 сурет болады. 5 төртінші балада ода да 4 сурет, бесінші балада да 4 сурет болады. Енді осы 4-терден қосатын болсақ, 4 осы 5 4-ті қосамыз енді. Қосу 4 қосу 4. Кейін 5 баланың неше фотосуреті бар екен? 8-ге 8 қосамыз. 4-ге 4 қосамыз 8, 8-ге 4 қосамыз 12, 12-ге 4 қосамыз 16, 16-ға 4 қосамыз 20 болады. Сонда 20 барлық балаларда 5 балада 20 фотосурет бар болып есептелінеді. Номер 5-ші есеп. Графикке қарап, оның сипаттамасын қарастыр. Сұрақтарға жауап бер, қозғалыс графигі бойынша тағы сұрақтар құрастыр деген екен. Графиктен жаяу жүрген туристің А пунктінен таңертең сағат 9-да 4 км/сағат жылдамдықпен жолға шыққанын анықтауға болады. 1 сағаттан соң 12 км/сағат жылдамдықпен оның соңынан велосипедші турист шықты. Велосипедші қай уақытта аялдады? Велосипедші қанша уақыт аялдады? Аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгереді дейді. Мына жерде график берілген. Осы графикке қарап есепті шығарамыз. Енді бірінші сұраққа қарайтын болсақ, қай уақытта аялдады дейді. Қай уақытта аялдады? Графикке қарасақ, мына жерде 11 мен 12 аралығында тоқтаған екен. Екеуі де. Сол үшін бірінші сұрақтың жауабын мен 11:00 мен 12:00 аралығында деп алдым. Аралығында. Ал екінші сұрақтың жауабы велосипедші қанша уақыт аялдады дейді. Қанша уақыт аялдады? Енді біз бұл жерде 11-ден аралығында 1 сағат бар. Біз 11-ден 12-ні азайтамаймыз. Сондықтан екінші сұрақтың жауабы ретінде 12-ден 11-ді азайтамын, 1 сағат болады. Сонда бұл екеуі 1 сағат аялдаған болып есептеледі. Сосын мына жерде үшінші сұрақ тұр екен. Үшінші сұрақтың жауабы ретінде аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгереді дейді. Қалай өзгереді екен? Енді біз табамыз. Бұл жерде аралықты арақашықтықтарды біз S-пен белгілейміз. 22 12-ден азайтамыз, 10 болады. Бұл 22 қайдан келді? Бұл өзі графикте бар балалар. Графикте өзі көрсетілген 22 деген. Біз тастадық 10 км қалды. Енді Т деген бізде бұл уақыт, балалар. Уақыт 13-тен. Енді бізде 13:00 мен 12:00 аралығын алдық. Бұл жерде бізде әрине 1 сағат қалады. Келесі біз ломен белгілеп, мына формуламен есепті шығаратын боламыз. Тен 10-ды шыққан сандарды 10-ды бірге формулаға сүйенетін болсақ, 10-ды бірге бөлеміз. Тен 10 км болады. Түсіндік па? Үшінші сұрақтың жауабын таптық. Аялдағаннан кейін велосипедшінің жылдамдығы қалай өзгереді? Велосипедінің жылдамдығы 10 км/сағатына болып өзгеретін болады. Енді мына жерде 6-шы есеп бар. 6-шы есепте сызбалар бойынша есептер құрастыр депті. Осы есептер бойынша қалған өрнектер нені білдіретін түсіндір. Бұлар кері есептер бола ала ма? Тағы да кері есептер шығару екен. Мына жерде өзі кітапта тұр. Дайын А мен Әде кітаптарын қалай шығару жолын көрсетіп қойған екен. Дәл осылай біз қазір дәптерге жазып шығаратын боламыз. Так, номері 6-шы есеп. Бұл жерде дайын жазылып тұр өзі. Кітапта 10-нан қосамыз 15-ті. Жақшаны жағамыз 2. Көбейтсеңіз 10-ға 15-ті қоссақ 25, 25-ге 2-ні көбейтетін болсақ, әрине 50 болады. Астына жазған 90, 10 қосу 15. Жақшаның ішінде болады, көбейтілген 2. Тен бірінші жақшаның орындалады, 10-ға 15-ті қосамыз 25, 25-ге 2-ні қоссақ 50, 90-нан 50-ді азайтатын болсақ, әрине 40 болады. Километр, бұл да километр болады. Енді түсінікті болған болса, дәл осы есепке Аға кері есеп құрастырайық. Біз В1-ді тен 15 километр деп, және В2-ні 10 километр деп, және С деген бұл аудан, жалпы арақашықтықты айтады. S1-іміз бізде 40 километр болып тұр. S2 тен 90 километр болып тұр. Бұл жерде біз уақытты табуымыз керек. Ал уақытты табайық. Тен 90-нан азайтамыз 40-ты. Кері есеп құрастырып жатырмыз. Қалай? Так, оған бөлеміз 25-ті. Тен 90-нан 40-ты азайтатын болсақ 50 болады. 50-ге 25-ті бөлетін болсақ, әрине 2 болады. Сонда 2 сағат деген. Кері есебіміз дәл осылай болады. Мына жерден алғанда кері есеп. Енді әсін шығарайық осыны. Әдеде өзі кітабымызда беріліп тұр. Кітапта 90-нан 40-ты азайт деген. Әрине 50 болады. Және 90-нан азайтамыз 40-ты бөлу 2.
есепті шығаратын болсақ 90-нан 40 азайтсақ 50, 50-ді 2-ге бөлсек 25 болады. Келесі 90-нан азайтамыз 40-ты бөлу 2 азайту 10 делінген екен. Ал бұл есепті енді 90-нан 40-ты азайтамыз 50, 50-ді 2-ге бөлеміз 25, 25-тен 10-ды алсақ әрине 15 болады. Міне осылай есеп шығарылады. Алтыншы есеп. Жетінші есеп бізде есепті және тексеру делінген екен. 100 мыңнан 895-ті азайтамыз. Міне номері жетінші есеп. Так, 100 мыңнан баған түрде азайтайық 895 азайту 5 болады. Оннан 5 таңыз қарыз беріп жатырмыз. Бұл жерде қарыз береміз. Ол 9-дан айналады 0 болады. Қарыз береміз. 9-дан 8 алсақ 1 болады. 10-ны 9-ға айналады. Одан да қарыз берген ол да бір санға кішірек 99105 деген сан болады. 99105 екіншісі бізде қосу деген 325 864 деген санды 546.879 деген санға қосу керекпіз. 9-ға 4 қосамыз 13 бір ойда. 6-ға 7 қосамыз 13 ойдағымен 14. 8-8 16 ойдағымен 17. 5-ге 6 қосамыз 11 ойдағымен 12. 2-ге 4 6 болады ойдағымен 7. 3-ге 5 қосамыз 8 болады. Жауабы 872.743 болады. Енді үшіншісі 306.400-ді көбейтеміз 503-ге. Ал көбейтек 3-ті 0-ге өтеміз 0, 3-ті 0-ге өтеміз 0, 3-ті 4-ге өтеміз 12 ойдағын 1-ді қоямыз. Екінші түсіріп 3-ке 6 ойда 18, ойдағын 19, 3-ке 0-ді өтсек 0, ойдағымен ойдағы 1 түседі, 3-ке 3-ті өтеміз 9 болады. 0-ді 0-ге барлық санға көбейтсек 10 0 шығады. Сондықтан 0, 0, 0, 0, 0 деп жазып шығайық. 5-ке 0-ді өйтсек әрине 0 болады. 5-ке 0-ді өтсек 0, 5-ке 4-ді өтеміз 20, x ойда 0 түседі. 5-ке 6 өтеміз 30, 30-ға 2-ні қоссақ 32 болады. 3 ойда x түседі. 5-ке 0-ді өтеміз 0, ойдағы 3 түседі. 5-ке 3-ті өтеміз 15. 0 түседі, 0 түседі, 2 түседі, 9 түседі, 1 түседі, 9-ға 2-ні қоссақ 11, 1 түседі, 3 ойдағымен 4, 5, 1. Міне көбейтуіміз осылай шығады. Ары қарата енді мен 8-ші есепті түсіндіруім керек. 8-ші есепте кітапханада ерекше жануарлар туралы кітаптарды 4 бала таңдады. Олар 5, 8, 13 және 15 жасар балалардың аты Айна, Бауыржан, Шолпан және Күләш. Олардың біреуі балабақшаға барады. Айна Бауыржаннан үлкен. Ал Айна мен Шолпанның жасының қосындысы 3-ке бөлінеді дейді. Сонда әр баланың жасы нешеде дейді. Бұны табу қиын емес. Номері 8-ші есеп. Бұл жерде бірінші айтылып тұрған бұл жерде Айна болып тұр, Айна. Айнаның жасы 13 жаста болады. Бауыржан жасы 8 жаста болады. Шолпан бұл жерде ол 5 жаста болады. Одан кейін бізде Күләш айтылды. Күләш. Бұның жасы 15-те болады. Міне біздің 8-ші есебіміз осылай шығады. Номері 9-ші есепке қарайықшы енді. Соңғы есебіміз біздің Әлия сөреге көк, сары, қызыл түсті 3 жарты қоюы қажет. Ол мұны неше тәсілмен орындай алады дейді. Ал енді неше тәсілмен орындай алатынын сіздерге көрсетейін мен. Бірінші тәсілі көк сарымен алады және қызылмен алады. Қызыл енді осыны қысқартылған түрде жаза берейін мен. Көкпен алады, қызылмен алады және сарымен алады. Екінші тәсілі бұл. Үшінші тәсілін айтатын болсақ, үшінші тәсілі сары алады, көк алады және қызылмен алады. Тағы да сарымен алады, қызылмен алады, көкпен алады. 4. Бесінші тәсілді тағы да қарастыратын болсақ, қызылмен алады, сарымен және көкпен алады. Алтыншы тәсілді қарастыратын болсақ, қызылмен алады және көкпен және сары. Осылайша 6 тәсіл келіп шығады екен. 6 тәсілмен алады екен. 9-ші есебімізде осылай шықты.